Құрметті көрермен қауым, бүгінгі сұхбатымыз біздің жатыр аурулары туралы, оны қалай емдеу керек, неге әйел заты жатыр ауруына ұрынады, сол туралы біраз сұхбат өрбітпекшімін. Оған дейін аталардың үнін сіздерге жеткізейін. 9 желтоқсанда алынған Шапрашты ата. Тау соғылып, сең жүріп, көп ел зардап шегуде. Ойланбасы анық ол халық. Қазақта болады тыныштық. Құрбандық қанымен жолуда көп қаралық. Тепе-теңдік ұстап тұр. Шала жансар әрпенде қиналысы басында. Қорқынышы тағы бар. Тексіздер көбейген. Тереңдіктен орын дайындауда. Қорықпасын сен пенде. Шырағданың жансын төріңде. Көріпкелдер көбейген. Жалған ақпарат таратқан. Құдай атынан сөйлеген. Жауды шақырып жүр бұл күнде. Тоқтам келер бастарына. Үні шықпай қапасқа түседі. Ойланбай қырсыққан өз басына қауіп тілейді. Сойқан болған елімай. Заң қабылданып қырғынға ұрынады. Абай бол. Сосын 10 желтоқсанда алынған Жанболатта үні. Қайғырған бар ел арасында. Көпшілік болып қазақта жанашырлықпен, қамқорлықпен озғанбыз. Озбыр, қатыгез, жанашмасты өз арамыздан қуғанбыз. Көпшіл болып тілекші де болғанбыз. Қазірде жоқ емес жанашыр. Жақсылықты іздейміз деп көп адам адасуда. Бұл жерде айтып жатқаны, жақсылық іздейміз деп адасқандар, олар сектаға кіріп кетіп жатыр. Басқа дінге кіріп кетіп жатыр. Мешіттердегі жылы сөздерге еріп кетіп жатыр. Сөйтіп әке-шешесіне қалай қарсы шығып кетіп жатқан өздері білмей қалып жатыр. Шырағданның жанып төріңде көп мәселе шешіледі. Тарылма жұрт, жылы сөзіңді аяма. Сонда халқың адаспайды. Бұл өмірде қатыгездік жеңбейді. Жанашыр болмасаң, қиянат жасама. Тектілер тектілігін ұстаса, ешбір адам қиналмайды. Қамқорлық жоқ жерде ит те тұрмайды. Жүрекке кірсе дүние қоңыздық, иесін таппайды патшада. Жоқтан бар еткен бір Алла. Береді сұрағаныңды қаласа. Тазша баланың күнін кешіп, үлкенді аңсама. Көтере білуде бір фальсафа. Отырар қаласы бекер қирамаған. Ғұламалар көп өзгеріс жасаған. Өркениетті ел болып озып кетпесін деп қаланы қиратқан деген Жанболат атамыздың үнін сіздерге жеткіздім. Осы ақпаратты қайта тыңдап, өзіңізге кереңізді аласыз деген үміттемін. Сонымен қазағым, бүгінгі сұхбатымыз жатыр ауруларына байланысты. Жатырды біз бірінші көріп алайық қандай. Міне, жатыр осындай болады. Әйел затының. Бұл Құдайдың жаратқан ерекше бір физикалық түрде айтатын болсақ, бұл жатыр. Ал былайша Құдайдың құдіреті. Осындай жерде қараңыз, мынандай әйелдің ұрығы, еркектің ұрығы кіріп, мынаған кіріп ұрықтанады, мынаған кіріп ұрықтанады. Мына жерде ол ұрық қайтадан келеді де, ұрықтанып болып қайтадан келеді де, мына жатырда бала өсіп, осы жерден бала өсіп, өніп, өмірге келеді. Енді қараңыз. Мынау тағы бір түрі. Міне. Мынау орысша влагалище дейді, мынау жатыр, мынау яичниктері, мынау трубалары. Жай ғана қарапайым сөзбен түсіндіргенде. Ал мынау научный орысша биологиялық жағдайда оқылатын дүниелер. Сіздерге білініп тұр ма? Білінбесе, фаллопия труба. 2 трубасы бар. Яичник, эндометрия, мимиометрия, влагалище, шейка матки, матка, яичник деген матканы атаулар, матканың ішіндегі әрбір бөлімнің өзінің атаулары бар. Енді қараңыз. Адам баласы психоматика бойынша
адам баласының жатыры неге, әйел заттың жатыры неге ауырады? Бұнда әйелдерге арналған сұхбат. Ерлер қызық болса сіздер де тыңдаңыздар, жаман болмайды, білімді болған озады. Сонымен айналайын қазағым, қандай аурулар бар? Жатырдың қандай аурулары бар? Миома, рак, саркома, киста, бесплодие, полип, эрозия, изгиб деген аурулар бар. Ол қалай? Ол қалай, жандарым менің? Әйел затты, әйел болып өмірге келгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін, сондай бір Құдайдың жаратқаны бір керемет, әрбір әйел зат ана болуға талпынады екен. Қазақта ешбір әйел затын көрмедім, әйел ана болғым келмейді деген бірде-бір ананы мен тыңдамадым. Егер ол жеңіл жүріске салынып, өмірден бас кешіп кеткен, өзінің ориентациясын жоғалтып алған әйел заты болмаса, әрбір әйел заты қыз бала ана боламын деп талпынады. Қазақта тағы бір сөз бар. Бүкіл әлемді бір қолымен тербетсе, бір қолымен бесікті тербетеді дейді. Бұл жерде Алла тағала әйел затын өмірге ұрпақ әкеліп, өрбітіп, жер беті Хауаны жатырынан шыққан адамдармыз ғой. Хауаны әлемдегі бірінші ана, бүкіл адамзаттың анасы Хауана болып саналады. Хауа ананың жатырынан біздер өмірге келдік, ұрпағы бізбіз. Сонымен айналайын қазағым, Құдайдың құдіреті сондай бір әйел затының санасына салып қойған ана болу. Енді біз қазіргі заманда бұзылдық. Әйел заттары түрлі жағдайларда жатырлар ауырып жатыр. Кейбір аналар балалары өскеннен кейін көңіліндегіндей болып, әйел затты қалағандай бір ерекше бір тұлға, ерекше бір бай, сондай бір жетістіктері жеткен бір салада керемет адам болып шығады, бақытты адам болады, бай адам болады, достары көп болады, сондай жетістікке жеткен тамаша ұлым немесе қызым болады деп күтеді, бірақ ол болмай қалады дағыны. Әйел адам іштей күйзеліске түсіп, уайымдап, қиналып қалады. Ол уайым, ол күткен нәрсесі келмей қалса, ол әйелдің несі депрессияға түскен, күйзелісі, сар уайымы жиналып бір жиынтыққа айланады екен дағыны, оның матқаға түседі екен. Бұл аурудың бір түрі. Матқа аурулары әртүрлі жағдайда ауырады. Ол сондай бір жамандыққа бір ғана себеппен ауырады де, ол қате. Мен қазір бастап келе жатырмын. Бірінші болып жатыр, сондай ауырып бастайды, тамырлар ауырып бастайды, мынау салмақ түсіп, ауыр зат отырып тұра алмай қалады, матқа ауырып, приступ беріп ауырады. Сондай кездерде енді туған болсын, тумаған болсын, сондай қатты ауырып, отырып тұра алмай қалады, ауыр заттар көтере алмай қалады. Сондай жағдайларда ана өзінің психологиясына қарау керек. Өмірге келген балалар ер жетіп, сондай бір биік дәрежелерге жетпеген балалары бір басқаша болып кеткенде, тағдырлары басқаша болып кеткен кезде, ананың жатыры ауырады екен. Балалары үмітін ақтамаса, ол әйелдің жатыры ауырады екен. Сондай мезетте келіп шығатын аурулар бар. Сосын тағы бір айтып кететін жағдай, медицинаға сенудің қажет жоқ. Менің өмірімде өте көп жағдай болды.
медицинаға барған әйелдер мысалы туып жатады, басқа алып жатады, маткасы жарамай қалды дейді да, кесіп алып тастайды. Әйел затты маткасыз ол еркекке айланып қалады. Ол әйел өмір сүруін тоқтатады. Ол денесі өмір сүреді, бірақ ол адамда жан болмайды. Ол адамда бақыт болмайды. Ол адамда қуаныш болмайды. Ол адамдар сияқты өмірге балаларды әкелуі мүмкін, олар өсіп өніп жатқан болуы мүмкін. Сонда да егер ол адамның маткасы болмаса, бәрібір ол өзін кем санайды. Ол адамның ішкі дүниесі басқаша болады, қиналып жүреді. Сондықтан айналайын врачтар тыңдап отырған болсаң, ешкімнің маткасын ләжі болса кесіп алып тастаушы болма. Барынша күресіп таза алып қалуға, әйелдік құқығынан айырушы болма. Егер өйтіп алып тастайтын болсаң, хирург, гинекологтар сендерді Құдай қарғыс ұрады сендерді. Енді қара, менің өмірімде 2 рет кездесті сондай маткасын алып тастаған. Туға барған кезде сап-сау жап-жас келіншек бірінші баласын туып жатыр. Анау балаға дұрыс қарай алмаған гинекологтар, акушерлер дұрыс қарамаған, бала іште өліп қалған. Сонда баланы ғана алып тастаудың орнына, баланы ғана шығарып алудың орнына маткасын да қосып алып тастап, ол қыз баланы ана құқығынан айырып тастады. Сонда врачтар айтыпты, күйеуіңе, қайын жұртыңа ешкімге айтпа, ешкімге айтушы болма, жай ғана айт, бала болмай жатты деп айта сал депті. Сондай да бола ма екен? Халайық, бұл деген өте ауыр қылмыс қой. Ана кішкентай 17-20 жастағы қыз соған сеніп ешкімге айтпауы мүмкін. Врачты құдайындай көреді ғой, себебі құдайдан кейінгі адам деп сенеді. Ол сондай нәрсені арамдық жасап отыр. Не үшін? Өте ауыр қылмыстарды жасап жатқан екінің бірі қазір. Сондықтан Құдайдың қарғысына ұрынбай, сол қарғыс бала-шағаңа, ертең келініңнен, қызыңнан, қатынынан сол қарғыс шығып тұрмай тұрғанда, тыныш қана жұмысыңды адалдықпен істейтін бол. Енді бұлардың бәрін не үшін айтып жатырмын? Себебі соңында айтамын. Қалай емделу керек соңында айтамын. Одан кейін рак деген аурулар бар, миома деген бар, саркома, кистаны мен білмеймін қандай болатынын. Бұл ауруларды емдеуге болады. Қалай? Менің өмірімде мен өте көп ауруларды емдедім, ракты да емдедім, миоманы да емдедім. Мынау білесіз ба? Миомада ет өсіп кетеді. Ондайда не дейді? Злокачественная опухоль и доброкачественная опухоль деген бар. Тура сол сияқты ет өсіп кетеді. Оны қырқып алып тастауға болады, бірақ бұнда маткаға зиян тигізбей алып тастауға болады. Енді қараңыз, маткаға және тағы бір ауру бар, білесіздер ме? Өте көпшілік маткаға қарадуа жасайды. Қарадуа жасаған кезде әйел затты не болып қалады, білесіз ба? Бесплодный болып қалады, матка жұмыс істемейтін болады. Анау етек-кірі келіп жата береді, ол жұмысын істей береді, бірақ матка дуаланған кезде онда жан болмай қалады, өмір жоқ деген сөз. Ол бала пайда болмайды, ол керек десеңіз, және еркекпен төсек қатынасында ләззат сезіне алмайды, білесіздер ме? Қара дуаның кесірінен және рак аурулары, саркома және миома, бесплодие аурулары қалыптасады. Менің өмірімде бір ғана келіншекті емдемедім, себебі мен матканы емдеген кезде өте көп қыздарды маткасын массаж жасап, құранмен үрлеп, қорғасын құйып, несін алып тастап, сиқырларын алып тастап, және тағы бір қолымнан келген іс бар. Изгиб деген бар. Труба орнынан қозғалып қалады, яичкалар орнынан қозғалып қалады.
соларды ана изгиб болған кезде, орнын қозған кезде мына жіп бар ғой, ұрық, ары бері жүретін ұрық, сол өте алмайтын болып төмен түсіп кетеді. Мына матка төмен түседі, изгиб ана яичко тұрады да, ол былай түсіп қалады. Сонда мен сіздерге көрсетейін. Міне мынау трубалар ғой. Мына труба мынау төмен түскен кезде мынау изгиб былай қысылып қалады. Төмен құлаған кезде мынау мысалға шлангын былай соссаңыз не болады ғой, жіңішке болып қалады, арасына ештеңе өтпей қалады ғой. Тура сол сияқты болып қалады, ештеңе өте алмай қалады. Сонда мен Құдай сондай қасиет берген екен, мынаны былай қолыммен уқалап көтеріп, мынаны көтеріп, сосын мыналар жай-жайына осылай салып бере аламын. Солай әйел заттарын өте көп аналар менің қолымнан ем алып, өмірге ұрпақтарын алып келіп жатыр. Бір ғана ақтаулық бір келіншекті емдей алмадым, себебі маған рұқсат бермей емге. Солай емдесеңдер атып тастаймын дегендей сондай угрозалар болғаннан кейін, жаңағы біздің бывший бастығым, сонда тек қана қорғасынмен ғана қорғасын қойып шығарып салған болатынмын. Егер қазір сол келіншек қайта хабарласатын болса, мен оның бүкіл жағдайын жасаймын. Маткасында уқалап, бүкіл жағдайын жасап, маткасын көтеріп, балалы болуға құрандармен үрлеп, бүкіл жағдайын жасап, балалы болуға әрекет етуге мен бар күшімді салатын едім. Аллаға шүкір, өте көп келіншектер мен қолымнан бала көтерген. Бұдан кейін де өте көп келіншектер балалы болады деп сенемін. Аллаға шүкір, өте көп бесплодияларды емдеп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ өтініш сіздерден, аналар, болашақ аналар, ешқашан экоға жүгінбеңіздер. Ол Құдайға қарсы келу. Экомен туылған бала шайтанның баласы болып есептелінеді. Олар аурушаң болады, олар өте жаман жағдайда, тағдыры бұзылған, ол баланың тағдырын ешқашан жөндей алмайсыз. Ол бала Құдайға керек емес. Оны ол экомен туылған баланың да жанын Құдай береді-ау, бірақ ол Құдайға керек емес болып туылады да. Соның мағынасын жақсылап түсініп алыңыздар. Экоға жүгінбеңіздер, өтініш сіздерден. Хабарласыңыз, тексереміз, емдеуге әрекет жасаймыз. Құдайдан тілеп жүрсіз ба? Бүкіл жағдай жасауға болады, Құдай қаласа. Енді қараңыз, эрозия емін ол әлбетте операциямен болатын дүние. Немен өзінің аппараттары бар, гинекологтар істейді, оны күйдіреді. Ол 40 күн дегенде жазылып, әп-әдемі болып кетеді. Эрозия көбіне жаңағы маткаға инородный тело дейді ғой, сондай зат кіргенде, қандай ондай керек емес темірлер кіреді. Балалы болмау үшін бір зат тығатын еді ғой, есіне шығып қалыпты. Сондай нәрсені темірді тыққан кезде, трубалар жауып тастайтын. Сондай кезде эрозия пайда болады. Қалай? Матканы жыртады, іштен жыртады, ары бері қозғалады ғой, сол кезде жыртады, ол іріңдеп кетеді. Сондайда нені темірді алып тастап, сол нені іріңдер, жараларды күйдіріп береді, ол жазылып кетеді. Оның ешқандай зияны жоқ. Бірақ дер кезінде соны пайдаланып, соны тауып алды ма, соны тазалап тастау керек. Сонымен әрі қарай аборт қылған адамдар, әйел заттары, енді сіздердің жағдайларыңыз өте мүшкіл. Аборт қылған адамның әлбетте жатыры ауырады. Бұл Құдайдың бір жағынан қарғысы болады, екінші жағынан өзінің өкініші болады, үшінші жағынан күнә арқасында осындай аборттың кесірінен жатыр ауырады. Ол үшін істейміз, қолдан түсікті жасау, және өзігінен түсіп қалған түсіктер бар. Өзігінен түсіп қалатын түсіктерді, маткаларды жайына салып, оларды емдеп, тазалап берген жағдайым бар. Сосын
қолдан жасалған аборттарға жасанды түсіктер үшін Құдайдан кешірім тілеу керексіз. Құдайдан кешірім тілеп, Алла мені кешір, сенің берген бір бүлдіршініңді, бір жаныңды, ұл ма қыз ба, мен өз қолыммен өлтірдім, кешір Алла деп өлгенше кешірім сұрап жүру керексіз. Әсіресе намазда. Алла тағала өте ұлық, ол жан жаңа аборт қылып тастадыңыз, ол жан қайтадан өміріңізге туылады. Ол жанды сіз қайтадан өміріңізге әкелуіңіз мүмкін, туып. Немесе ол немере болып келеді. Немере немесе шөбере болып келеді. Түсіндіңіз ба? Ол бала өлген жоқ, оның жаны өлген жоқ. Қайтадан өмірге келеді. Сөйтіп, бүкіл жағдайын, сол немере шөберелердің бүкіл жақсы жағдайын жасай берсеңіз, сіз озасыз. Ол үшін ондай қазақша киініп, дәретпен жүріп, солардың тілеуін тілеп, ұрпағыңызға асыл рухани мұра қалдырып, ақылдылықпен, мейірімділікпен өсіру керексіз. Енді сонымен олардың мен сіздерге айтып жатырмын, менің қолымнан келеді өте көп балалы болуға. Жатырда бала бар ма жоқ па, оны да тексере аламын. Және болашағы қалай болады. Бір келіншекті тексеріп көрдім. Несі бар екен, ұрығы бар, бірақ еркек затында ұрық жоқ екен. Еркек затында ұрық жоқ болған екен, әйелі бала көтере алмай жатыр. Тағы бір келіншек бар, ол әйелдің жатырында ұрық жоқ, бірақ оны мен өзіне айтпадым. Қорғасын құйып, ем салған кезде сондай хабар келген болатын. Несінде ұрық жоқ деді. Жатырда ұрық жоқ, ол солай өмірден өтеді деді. Ана болу несінен махрум деді. Бірақ мен ол кісіге ауыр тиді деп, мен ол кісіге айтқан жоқпын. Құдай кешірсін. Айтқанда қатты ренжітіп алар ма едім, үнсіз қалдық. Ол да сұраған жоқ, мен де айтқан жоқпын. Сонда үнсіз қалдық. Бірақ бәрі жақсылықты Құдайдан күттік. Енді ол кісінің жасы үлкен. Мүлдем балалы болудан енді үміті жоқ, мүлдем. Жасы үлкен, 50-ден асып кетті. 60-қа жақындап қалды. Сондықтан сондай жағдай болды. Сонымен қазағым, сөз барысында айтып кеттім. Күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Сиқыр жасалған болса, оны тазаланамыз. Изгиптер болған болса, сондай миома тағып, киста деген бірдеңкелер, изгипт деген нәрселерді мен жатырдың сондай бір аурулар қолымнан келеді дұрыстап жөндеуге. Матканы көтеріп жайына сала аламын. Сонымен тек емге келетін қыздар етекті болу керек. Етексіз мен ешкімді қабылдамаймын. Баланы Құдай етекте береді. Жер анаға жалғану керексіз. Жер анаға жалғанбасаңыз, сіздің болашағыңыз жоқ. Екі дүниеде болашағыңыз жоқ. Болашағыңыздың да тағдырын қылышпен, өз қолыңызбен алмас қылышпен кесіп тастағандай, олардың да жағдайын өте қиын істейсіз. Сондықтан қазағым, әйел заты етекті болу керек. Етекті әйелдің нәзік болады. Күйеуінің алдында да сұлу болады. Күйеуіне керекті ләззатты бере алатын, төсек сұлулығын, төсек тәттілігін күйеуіне толыққанды беретін болады. Етексіз әйел ол трансвестит болып, не еркек емес, не қатын емес, ана еркектің несін жағдайын жасай алмай, еркекпен бірдей, не еркек емес, не қатын емес, сондай ауыр халге түсіп қалады. Сондықтан қыз келіншектер ойланыңдар. Ой, жұмыс, ой, автобусқа міне алмай қалам, ананы істей алмаймын, не сылтауратпаңыз. Өз бағыңызды өзіңіз қолыңызбен жоймаңыз. Шалбарды киіп тойып болған шығарсыңдар. Енді жаппай етекке өтіңіздер. Етекті болыңдар. Етекте
қыз бала сұлу болады, қыз бала нәзік болады. Етекті қыздарға жігіттер қол тигізбейтін болады, етегін ашпайтын болады, намысына тимейтін болады, ар намысын қорғайтын болады. Ал шашын жайып шалбарланып жүргенді көрінген, мына қыз ашық екен дейді, шайтаны, ана еркектің шайтаны оянады да, барып ана қызды бытшын шығарып кел дейді. Сөйтіп төсекке зина жасайды, содан бүлініп жатырмыз. Сонымен қазағым, елім, жұртым аман болыңдар. Қыздарымыз бақытты болған сайын бақытты болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар.